Бүгін біз осындай видеоны қалай жасау керек екенін үйренеміз. Ең алдына лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Келесі жолы мен сабағымды жоғалтып алмас үшін. Ал енді кеттік. Бұл видеоны қалай жасаймыз дейміз. CapCut'ты ашамыз. Новый проекті алдын ала түсірілген видеоны жүктейміз. Бұл жерде 2 кадрдан тұрады. Біріншісі жұмыртқаны допты лақтыруым теннисіні, екіншісі жұмыртқаны шағып қоюым. Дәл осы жерде өзіңіз түспесеңіз де болады. Новичоктарға өзі түспей жасаған дұрыс. Чтобы кадр біріне дұрыс сәйкес келу үшін. Мына жерде мен артық кадрлардың бәрін алып тастаймын. Енді осы жерде доптың түскен жермен жұмыртқаның жарып салған жер екеуін бірдей ғып байланыстыруымыз қажет. Артық іс-қимыл болмауы керек. Осымен біздің видеомыз дайын. 2 кадр. Енді артындағы соңғы кадрлардың бәрін алып тастаймын. Жоғарыда тұрған стрелканы басып, өзіме сақтап алам. Экспорт 100% толғанша күтеміз. Бізде мынандай видео пайда болды. Біздің келесі сабағымыз замедленная съемка и клонирование болады. Келесі сабақты жібермей көр. Ең алдымен маған лайк бас, тіркел және қоңыраушаны қойып қой. Сау бол.